Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Құрметті жақсылар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам 4 нәрседен пана сұраңдар деп үйретеді. Кедейліктен, қорқақтықтан, зұлымдыққа ұшыраудан пана сұраңдар деп 4 нәрсені үйретеді. Жақсылар, бұл жай сөз емес, өміріңді сақтайтын дұға екен. Кедейліктен, яғни кедейлік бұл ақшаның аздығы емес, адамды әлсіретеді екен. Сондықтан дұға қылу керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, «Я Алла, кедейліктен пана бола көр» деп сұраңдар деп айтты. Кедейлік кей кезде күнәға итермелейді, абыройыңнан айырып жатады. Кедейлік сынақ, кедейлік сынақ, сабыр қылсаң сауап. Сондықтан дұғамызда қосайық. Қорқақтықтан пана сұраңдар дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты, ең жаман нәрсе сараңдық пен қорқақтықтың қосылуы деді. Қорқақтықтың зияны әділдік қорғалмайды, зұлымдық көбейеді деді. Батыл мұсылман ақиқатты айтады деді. Жақсылар, зұлымдықтан сақтаныңдар дегені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам зұлымдықтан пана сұраңдар дейді. Зұлымдық ең қауіпті іс екен, жақсылар. Зұлымдық ең қауіпті іс. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, ей иман келтіргендер, зұлымдықтан қорқыңдар деді. Зұлымдықтан қорқыңдар, сақтаныңдар деді. Ертең қиямет күнінде ол қараңғылық деді. Әрбір тамған көз жасы саған қарсы дәлел дейді. Зұлымдыққа ұшыраудан сақтаныңдар деді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Зұлымдыққа ұшыраудан сақтаныңдар дейді. Жақсылар, зұлымдықтан ғана емес, зұлымдыққа ұшыраудан да біздер сақтануымыз керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде айтты, зұлымға да, зұлымдыққа ұшырағанға да көмектес деді. Сахабалар сұрайды, я Расулалла, зұлымға қалай көмектесеміз дейді. Оны зұлымдықтан тоқтат деген екен. Жақсылар, бұл хадис кедейліктен, қорқақтықтан, зұлымдықтан, зұлымға ұшыраудан сақтану туралы үйретеді. Сен өзімізді тексерейік әр күні. Кедейлікке сабыр қылып жүрміз ба? Қорқақ емеспіз ба? Зұлым емеспіз ба? Зұлымдықтан сақтанып жүрміз